Сәлеметсіздер бе, құрметті оқушылар. Бүгін біз Әл-Фараби және қайырымды қоғам тақырыбындағы сынып сағатын өтеміз. Әл-Фараби адамзаттың интеллектуалды тарихындағы Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деген атаққа ие болды. Биыл ЮНЕСКО-ның қолдауымен әйгілі ғалымның 1150 жылдық мерейтойы аталып өтуде. Ал сіздер Әл-Фараби жайлы не білесіздер? Ол кім? Жарайсыңдар балалар. Абу Насыр Әл-Фараби әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист және музыка зерттеушісі болған. Ол 870 жылы Отырар қаласында дүниеге келген. Ал сіздер Абу Насыр Әл-Фарабидің қандай еңбектерін білесіздер? Я балалар, Абу Насыр Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындары көзқарасы трактатын, мәселелердің түп мазмұны, ғалымдардың шығуы, бақыттыға жету, азаматты саясат және де содан басқа философиялық еңбектермен қатар музыка, математика саласында да бірқатар туындылар жазған. Бүгінгі сынып сағатында біз Абу Насыр Әл-Фарабидің қайырымды қоғам тұрғындары көзқарасы атты еңбегін талдай отырып, қайырымдылық, адалдық, жанашырлық жайлы ойымызды тереңдетеміз. Ғұламаның адамзат үшін маңызын, мәдени құндылығын нақтылап айтсақ, оның туындыларының баға жетпес мәнісін жете түсіну жас қазақстандықтардың парызы. Әл-Фарабидің шығармашылық қызметіне 1000 жылдан астам уақыт өткеніне қарамастан, оның ойлары қазіргі таңда да аса өзекті. Әл-Фараби философиясының негізі адам. Ойшылдың пікірінше, адамның өміріндегі басты мақсаты кемелдікке жету. Әл-Фараби өзінің көзқарасын бір жүйеге келтіріп, оларды жалпы қайырымдылық қала тұрғындарының көзқарасы атты еңбегінде біріктірді. Оның заманында қала сөзі мемлекет немесе жалпы қоғамды білдіретін. Кемелденген қоғам және кемел адам қандай болуы тиіс? Адамзат ойшылдары ғасырлар бойы осы сауалға жауап беруге талпынды. Әл-Фараби бізге қайырымды қоғамның және қайырымды адамның бейнесін айқындап берді. Бұл қазіргі таңда біздің болашақ дамуымыздың рухани бағдары болып саналады. Сонымен, қайырымды қоғам дегеніміз бойларына адалдық, әділдік, ұқыптылық, ерлік, мейірім сияқты ізгі қасиеттері бар. Қайырымды қоғамда адамдар бақытты ғұмыр кешеді. Адам өзінің ақыл ойының көмегімен шын бақыт әлемінде адамдармен және өзара келісімде, үйлесімде өмір сүру керек екендігін түсінеді. Әл-Фараби өзінің еңбектерінде айтқандай, бақытқа тек өзгелерге жақсылық жасау арқылы ғана жетуге болады. Адамның ізгі интеллектуалды және адамгершілікті қасиеттерін қалыптастыру үшін білім мен тәрбие бір-бірінен ажырамауы тиіс. Әл-Фараби қайырымды қоғам туралы трактатында тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы деп атап өткен. Басқаша айтсақ, білім жинаған адам адамгершілік құндылықтарды игермеген және бұл қасиеттерді өзінің бойына қалыптастыра алмаған адам қоғам үшін қауіпті болуы мүмкін. Ол әрбір нақты жағдайда ненің игі, әділ, парыз екендігін түсінуге қабілеті жетпейді де адамгершілік нормаларынан аттап, тіпті қылмыс жасап қоюға да әбден мүмкін. Әрқайсыңыз осыны әрдайым есте сақтаңыздар. Құрметті оқушылар, әрине сіздердің әрбіріңіз кәсіби жетістікке жетіп, көшбасшы болуды армандайтын шығарсыздар. Әл-Фараби мемлекетте басшылар адамдарды бақытқа жетелеу үшін дүниеге келеді және тәрбиеленеді деген. Сондықтан нағыз көшбасшы болу үшін сіздер жақсы білім алумен қатар Әл-Фараби айтқан маңызды қасиеттерді бойларыңызға қалыптастыруларыңыз керек. Олар шыншылдық, адалдық, әділдік, бекзаттық, парасаттылық, ақиқатқа ұмтылыс. Сонда сіздердің қабілеттеріңіз, таланттарыңызбен бірге еңбектеріңіз қоғамға баршынша көп пайда әкеле алады және айналаңыздағы адамдардың алдында беделіңіз арта түседі. Әл-Фараби идеяларының жалпы адамзаттық сипатқа ие. Олар бір халық үшін ғана емес, қазіргі заманға бүкіл өркениет үшін маңызды. Бүгінгі таңда Әл-Фарабидің қайырымдылық қоғам әлемінде көптеген елдер ғалымдарының назарына аударып отырған себебі де сол. Әл-Фараби бір-біріне көмектесетін адамдар бірігу арқылы ғана бақытқа жетелеуге болады деп жазған болатын. Қайырымды қоғамда адамдар бақытқа жету үшін әр түрлі деңгейде қала мен ауыл аймақ шеңберінде, социумда және бүкіл жер беті шеңберінде
бірігеді және бір-біріне қолдау көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда, әлемде белең алған коронавирус пандемиясымен күресу кезінде қайырымды әлем идеясының құндылығы нақты өзекті екенін байқауға болады. Қазір бүкіл адамзат өзінің күшін осы идеяның негізіне біріктіріп отыр. Елімізде жарияланған еріктілер жылы ұлы ойшыл насихаттаған қайырымды қоғамға жету үшін жолында жасалған маңызды қадам. Құрметті оқушылар, елдің әрбір жас азаматының өзінің болашағы мен мемлекеттің болашағын байланыстыру керек. Қазақстанның бақытты болашағы жас ұрпақтың қандай болатынына байланысты. Яғни сіздің қаншалықты білімді, адамгершілігі мол, жан-жақты жетілген тұлға болуыңызбен тығыз байланысты. Егер әрқайсыңыз елдің және әлемнің азаматы, шыншыл, адал, әлеуметтік жауапкершілігін сезінген және қайырымды азамат, яғни қамқорлық жасауға қабілетті адамзат болсаңыз, онда біздің болашағымыз жарқын және гүлденген болады. Әл-Фарабидің мынаны айтқан кеңесін әрдайым естен шығармаңыз. Мақсатқа жетудің кілті рухани адамгершілікпен жетуге үнемі ұмтылған адамның өз қолында болатыны әрдайым есте сақтаңыз. Балалар, осымен Абу Насыр Әл-Фарабидің қайырымды қоғам тұрғындары трактатын талдау аяқталды. Және мен сіздерге бірнеше сұрағым бар. Абу Насыр Әл-Фарабидің қайырымды қоғам трактатындағы қайырымды қоғам және қайырымды адам бейнесі қандай? Жарайсыңдар балалар. Абу Насыр Әл-Фарабидің айтуынша, қайырымды қоғам және қайырымды адам бейнесі ол адалдық, әділдік, ұқыптылық, ерлік, мейірім болып табылады. Келесі сұрақ. Абу Насыр Әл-Фарабидің көшбасшы болу үшін қажетті қандай қасиеттерін тізіп көрсеткен? Жарайсыңдар балалар. Абу Насыр Әл-Фарабидің айтуы бойынша, нағыз көшбасшының қасиеттері олар шыншылдық, адалдық, әділдік, бекзаттық, парасаттық, ақиқатқа ұмтылыс екен. Құрметті оқушылар, Абу Насыр Әл-Фарабидің қайырымды қоғам трактатынан келесі үзінділерді аяқтаңыз. Балалар, дұрыс айтасыздар. Осымен сабақты аяқтаймыз. Бүгінгі сабағымыз пайдалы деген ниеттеміз. Сіздерге оқу тапсырмасы үйден Әл-Фарабидің қайырымды қоғам трактаты бойынша өздеріңіздің ой толғауларыңызды жазу. Сау болыңыздар балалар.